Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз лабиринттен шығу. Сабақта үйренетініміз лабиринт ұғымы, бұрылыстар. Жас дос, мына суретте роботтың орнында болсаң, қай сусынды таңдар едің? Не себепті? Лабиринттен шығу. Көргеніміздей, робот лабиринтте қозғалуы үшін мына блоктарды қолданамыз. Рульдік басқару, тәуелсіз моторлармен басқару. Робот лабиринттен шығу үшін оны 90 градус, 180 градусқа бұратын программа жасаймыз. Назар аударайық, 90 градусқа бұрылу, оңға немесе солға бұрылу, ал 180 градусқа бұрылу дегеніміз артқа бұрылу. Біле жүрейік, лабириттер сенің ойлау қабілетіңді арттырады. Сондықтан лабириттен жасқанба. Бірінші тапсырма. Спортшы қыз жаттығу жасауда. Ол қанша градусқа бұрылып жатыр? Өзің қандай жаттығулар жасайсың? Екінші тапсырма. Робот деген не? Бір нұсқаны таңдаймыз. А нұсқасы адамның еңбегін жеңілдететін автомат құрылғы. Роботты программалайтын құрастырушы. Б. Жетекші платформа. Үшінші тапсырма. Суретте не көрсетілген? Бір нұсқаны таңда. Қосымша жинақ, негізгі жинақ, EVA3 модулі. Төртінші тапсырма. Суретте қандай программаның белгішесі бар? Бір нұсқаны таңдаймыз. А. Scratch программасының. Lego Mindstorms EVA3 программасының. Б. Дұрыс жауап жоқ. Бесінші тапсырмада. Суретте қандай блок көрсетілген? Бір нұсқаны таңда. Рульдік басқару блогы, әрекеттер блогы, старт блогы. Келесі тапсырма. Адамдардың жүруін, көліктің бір орыннан екінші орынға ауысуын не деп атаймыз? Бір. Дұрыс нұсқаны таңдаймыз. А. Қозғалыс, жылдамдық, Б. Айналым. Енді дәптермен жұмыс. Шеңберлерді бояп, жасырынған сөзді тап. Келесі тапсырма. Берілген блоктарды атаулармен сәйкестендір. Бұл жерде старт блогы, рульдік басқару блогы, қозғалтқыштарды тәуелсіз басқару блогы берілген. Жауабын жаз. Осы сөзбен сөйлем құра. Келесі компьютермен жұмыс. Сурет бойынша мұғалімнің көмегімен программа құр. Балалар, бүгінгі сабақты бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.